Мен Ақтөбе қаласы номер 1 балалар музыкалық мектебінің 5-ші сынып оқушысы Жауғашты Сұлтан. Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығы тақырыбында презентацияны ұсынамын. Нұрғиса Тілендиевтің шығармашылығы 20 ғасырдың екінші жартысында ұлттық музыкалық мәдениетінің ең жарқын мысалдарының бірі. Нұрғиса Тілендиевтің отандық музыкалық өнердің көрнекті өкілі болып табылады. Ол ауызша тараған халықтық кәсіби өнерді, жазбаша дәстүрдегі кәсіби музыкалық өнерді заманауи принциптермен сабақтара дамытқан. Тілендиевтің тұлғасы, рухты музыкасымен, асқақта бекзат болмысымен, еркіндік пен шығармашылыққа деген шексіз сүйіспеншілігімен ерекшеленеді. Нұрғиса Тілендиев әйгілі күйші, талантты дирижер, қазақтың дәстүрлі музыкасын жалғастырушысы. Композитордың қазақ музыка өнерін дамытуға қосқан үлесі өлшеусіз. Оның халық арасында тарап кеткен ғажайып туындылары бүгінде ұлттық музыкамыздың мұрасына айналды. Ол отырар сазы фольклорлық этнографиялық оркестрі үшін 30-дан астам оркестрлік күй жазды. Оның ата толғауы, әркиса, көш керуен, махамбет, аққу туындыларында дәстүр мен жаңашылдық сабақтаса өріліп жатады. Ол 400-ге жуық әннің 30-дан астам оркестрлік шығармашылықтардың авторы. Нұрғиса Тілендиевтің оркестрлік күйлерінің көбі композитор өнерінің лирикалық табиғатын ашып көрсетеді. Композитор Нұрғиса Тілендиев «Алатау» әні өткен ғасырдың 70-ші жылдары жарық көріп, халық арасында кең тарады. Ән 1977 жылы көрерменге ұсынылған. 6 жасар апамыз фильмінде қолданды. Туынды көпшілікке кеңінен таныстырған Сара Тыныштығұлова мен Нұрғали Нүсіпжанов еді. Енді мен сіздерге Нұрғиса Тілендиевтің «Алатау» әнін арнаймын. Бақытты шашқан, ақынға асқан, өзіңе айналды. Назарларыңызға көп рахмет.